Қайырлы күн, қайырлы кеш, қадірменді YouTube көрермен, сіздермен денсаулық байлық арнасы. Білем, бұл арнада біраз уақытқа дейін пайдалы ақпараттарды бөліспей қалғанымның өзіндік себебі бар. Ол біз отбасымызбен жаңа үй алып, осы жерге көшіп, орнығып, қоныс тойын осы қуанышты жаңалығымен өздеріңізбен бөлісіп қоюды жөн деп санадым. Енді сіздерге мен бүгінгі тақырыпты қысқаша түрде айтып кетейін. Ол біздің қазіргі таңда бат ішуіміз керек пе? Бат дегеніміз не? Не үшін адам қазір батқа тәуелді болып қалды? Осы жайында біраз ақпараттарды беруге тырысамын. Экраннан алыстамай, өздеріңізге пайдалы ақпараттарды видеоның соңына дейін қарап тыңдап, пайдалы ақпараттармен қажет жандарға, мұқтаж жандарға бөлісе отырыңыздар. Қазіргі таңда экономиканың қатты өсіп кетуіне байланысты аурулардың да тенденциясының өсуі байқалады. Себебі өздеріңіз байқасаңыздар, бұрын дәрі ішу арқылы тез оңалып кететін болса адамдар, қазір система салдырып, укол салдырып қана барып жөтелден айығып жатады. Бұл ненің белгісі? Бұл біздің иммунитетіміздің түсіп кеткендігінің, сонымен қатар аурулардың күшейіп кеткендігінің белгісі. Біріншіден оның причиналары бар, себептер. Ол бірінші кезекте экологияның нашарлап кетуіне байланысты, яғни ауадағы токсиндердің шамадан көбейіп кеткеніне. Сонымен қатар ішіп жатқан суымыздың, жеп жатқан етімізде минералдардың азайып кеткендігі, не болмаса мүлдем жоқтың қасы. Осының барлығы жинала келе не істейді? Адам ағзасына өзінің зиянды тұстарын береді, көрсетеді. Енді қараңыздар, қазіргі таңда не үшін адам баласы батқа тәуелді болып қалды? Бат бұл тенденция ма, жоқ мода ма? Бат ішуге біз мұқтажбыз ба? Мен бір сөзін айтар едім, қазіргі таңда біз бат ішуге өте мұқтажбыз. Себебі 20 ғасырда Америкада бат сол елде ашылған, баттың қандай пайдасы бар екендігін. Біздің елге ол 2000 жылдардан кейін, 2010 жылдардан кейін келе бастады, бірақ ковид кезінде батқа сұраныс өте қатты өсті. Мен өзім 2019 жылдан бері бат ішіп келемін тұрақты түрде. Себебі мен білемін, мен балаларым тағамнан, ішіп жатқан судан, еттен өзіне қажетті минерал, витаминдерді алмайды. Өйткені ол нәрсе тағам біздің ағзадағы бір күнде қажетті нәрсені толықтырмайды. Орыстың әйгілі профессоры Владимир Дадали не деп айтып кеткен? Ауру жоқ, ауру тек ағзада егер витамин, минералдардың жетіспеушілігі болса ғана туындайды деген. Ол кісінің айтып тұрғаны өте рас, себебі ағза дұрыс жұмыс жасау үшін бір күнде 59 түрлі витамин, минералдар жалпылама айтып жатырмын. Оның ішінде минералдары бір бөлек, витаминдері бір бөлек, шатастырмаңыздар. Бұл екі түрлі нәрсе. Минералдарды ағза өзі өндірмейді. Минералдарды біз тек сыртта ішкен тағамнан ағзаға түсіріп отыру керекпіз. Ал витаминдердің кейбірін өндіреді, кейбірін өндірмейді. Сол кезде Дадали не деп айтты? Ағзаға осы витамин, минерал жетіспегеннен ауру пайда болады деді. Енді қараңыз, сіздерге қарапайым мысал ретінде айтып кетейін. С витамині, бәріміз білеміз, С витамин жетіспесе не болады? Адамның иммунитеті түседі, қан тамырлары жарылғыш келеді. Бірінші себеп С витамині жоқ екенін біле беріңіз. Егер сіздің десналарыңыз жиі қанай берсе, С витамині аз. Сосын кейін С витаминінде мына қан тамырлары болады, кейбір адамдардың беттері сондай сетка болып жарылып, майда тамырлар көрініп тұрады. Ол да С витаминінің жоқтығының, не болмаса азайып кеткендігінің белгісі. С витамині біздің иммунитетіміздің жаңағы дұрыс бағытта жұмыс жасауына қатты көмегін тигізетін витаминдердің бірі. С витамині ағзадан тез шығып кетеді. Адам терлесе де, күлсе де, зәр шығарса да, С витамині тұрақсыз витаминдердің бірі ғой. Сол С витамині ағзаға жеткілікті түрде қамтамасыз етіп тұру үшін бір күнде адам, бұны зерттеулер жүргізген, 2 килограмм мандарин не болмаса лимон жеу керек, мандарин жеу керек. Енді қараңыз, бір адам бір күнде 2 килограмм жейтін шығар. Енді жаңа жыл кездерінде бізде ол кезде өте қатты жерінеді, может жаз кездерінде жерінеді, бірақ жыл 12 ай бойы 2 килограмм күнде мандарин жеп отқан адамды мен өз басым әлі көрген жоқпын. Осы жағдайда адамның С витаминына деген нормасын қамтамасыз ету мақсатында
баттар ішу ұсынылады. Бат дегеніміз ол, білесіз, тағамға қосымша үстеме, яғни сіз жеп жатқан тамағыңыздан алмай жатқан нәрсені бат ішу арқылы толықтыра аласыз. Осы жағдайда бізге баттардың қажеттілігі, олардың көмегі келеді. Бірақ бат ішу мақсатында, не болмаса дәрі ішу мақсатында мен сіздерге ең бір айтатын нәрсем сіздердің ішектеріңіздің саулығы. Егер сіздің ішегіңіз сау болмаса, егер мына ішектегі бүрлеріңіз бітеліп қалса, сіз $1000 бат ішсеңіз де, $1000 дәрі ішсеңіз де, не болмаса 1000 теңгелік дәрі ішсеңіз де, ішектің бүрлері таза болмаса, ол ішіп жатқан нәрсеңіз не істейді? Сіңбейді. Оны қызығын туалет көреді. Себебі ішіп жатқан тамағыңыз, соның бәрі не істеп тұр? Ішектер сіңдіріп тұр, иә. Бірақ ішектер, антибиотикті көп пайдаланған адамдардың ішектерінің бүрлері қырылып кетеді. Бірақ ішекті бір айта кететін жайт, тез оңалады. Не үшін? Антибиотик салған кезде оның қасына ішек микрофлорасын қалыпқа келтіретін витамин, не болмаса дәрі қоса беріледі. Себебі антибиотик қырып жойып жатқан кезде жаңағы вирустарыңызды, бактерияларыңызды өлтірем деп, мына жақтан жаңа берген екінші пайдалы микробактериялар орнына таза нені шашып жатады. Сөйтіп, сіздің иммунитетіңізді сақтау мақсатында мына жағынан иммунитет, антибиотик бактерияны өлтіріп жатса, мына жағынан пайдалы нәрсесін әкеп жатады. Осы нәрсені есте сақтаңыздар. Қандай дәрі, витамин, любой нәрсені ішердің алдында ішектің саулығына аса қатты мән берген жөн. Ішек саулығын сіздерге айта кетейін, менде ең алғашқы видеолардың бірі болып салынған капуста жайында, яғни орам жапырақ. Қарапайым орам жапырақ ішектің саулығына пайдасы өте көп. Америка ғалымдары зерттеу жүргізген кезде орамжапырақтың құрамында сульфорафан деген заттек, яғни вещество тапқан. Ол сульфорафан бізге көмегі өте көп. Яғни ол рак клеткаларын алдын жоюда, соның алдын алуда, рактың болмауына жауап беретін заттектің түрі. Яғни тек қана орамжапырақ болғанда, орамжапырақтың түрі көп қой. Брокколи бар, әсіресе брокколи, одан кейін тағы да бірнеше орамжапырақтың түрлері бар. Солардың бәрін жеу ұсынылады. Сосын жасыл шөптерді жеу міндетті түрде ұсынылады. Жасыл шөптердің ішіне не кіреді? Білесіздер, жаңағы петрушка, укроп сияқты, кинза сияқты небір. Қазір жаз кезеңі, осы нәрселерді көптен жеп, өздеріңіздің иммунитеттеріңізді нығайтуға қазір дәл күшті кезең. Енді қайтадан бат темасына орала кетейік. Бір мысал ретінде келтірдім, С витамині. Енді екінші мысал, ол жаңа С витамин болса, енді минерал. Қазір білесіздер, минералдарды бағана айтып кеттім. Ағза минералдарды ешқашан өзі өндірмейді. Ол тек сыртқы тамақтан келіп отыру керек. Минералдар, ол дегеніміз, біз жерде көп болады. Жерден шөпті жеген мал сол минералдармен құнарландырады да, малдың етін жеген біз не істейміз? Пайдалы құнарлы минералдарды алады. Бірақ қазіргі таңда жайлауда жайылып өскен малдар өте сирек. Көп жағдайда ол малдар үйде бордақыланып, соны сойып, не болмаса укол салынып, енді мен өзім көзіммен көрген жоқпын. Бірақ солай деп біз естіп жататын жайымыз бар, иә. Енді қараңыз, жаңа минерал жайында. Селен минералы қазіргі таңда өте қатты сұранысқа ие минералдардың бірі. Себебі селен минералы жетіспеген жағдайда адам ағзасында рак клеткаларының оянып кету қаупі көбейеді. Біз білеміз минерал деп, кальций, магний, калий, цинк, молибден, ванадий сияқты микро және макроэлементтерді білеміз. Бірақ селенді көп жағдайда көп адамдар біле бермейді. Бұл қазір бұлардың жар салып айтып жатқан минералдардың бірі. Себебі селен минералын біз тұрақты түрде қабылдау керекпіз. Енді қараңыздар, күндік норма, селеннің күндік нормасын қамтамасыз ету үшін сіз бір күнде 16 штук жұмыртқа жеу керексіз. Қарапайым былай қарасаңыз, сау ағзаның өзі бір күнде, менің өзім бір жұмыртқаны әрең жеймін, және ол асқазанның қорытылуына кішкене ауыр тигізеді бір жұмыртқаның өзі. Ал енді 16 жұмыртқаны бір адам баласы жей алады деп айта алмаймын. Тағы да оны күнде жеп тұру керексіздер. Осы мақсатта бізге көмекке баттар келеді.
бір кісілерді естіп жатам, ой, мүлдем бат ішпеймін, бұл жаңағы рекламный ход, компания өнімін пихать етіп сату мақсатында деп. Жоқ, баттарды Америка айтып тұрмын, иә, адамның ағзасына жетіспеген микро және макроэлементтер және витаминдерді беру мақсатында баттарды ойлап тапқан. Баттар деп отқанымыз ол басында фитонутриенттер болған. Фитонутриенттер ол жасыл, жаңағы мысалға сәбіз болса, сәбізді кептіріп, прессовать етіп, соны бір таблетка құрамына жинап, солай заман өсіп, экономика өскеннен кейін баттар қазір индустрия ретінде үлкен болып шығарылып жатыр. Батты ұсынатын компаниялар өте көп. Ол біздің өзіміздің отандық компаниялар, шетел компаниялары, российский компаниялар. Бірақ осы сәтте тағы да бір ескертіп кететін, біріншісі шек тазалығы дедім ғой. Қандай бат болсын, дәрі ішу кезегінде сіз шек тазалығына қатты мән беріңіз. Бірінші этап. Екінші этап ол бат ішу кезде сіз сол баттың сертификатын сұрауға міндеттісіз. Себебі сертификаты жоқ бат ол уже дұрыс емес деген нәрсе. Себебі сертификат ол жаңағы баттың төлқұжаты. Мысалға, әр адамның кім екенін білдіретін төлқұжатымыз бар ғой. Сол сертификаттарды сұрау керек. Сертификат қараған кезде де, сұраған кезде де сонау 2010 жылғы, 2015 жылғы сертификаттарды ұсынып жатады, ол жарамайды. Әр компания өзінің ұсынып жатқан товарының авторитеті үшін, оның сапасының құрамына дұрыс 100%-бен жауап беретіндігі үшін әр сертификатты 5 жыл сайын жаңартып отырады. 2019 жыл, 2020 жылдарға алынған сертификат болса, сол сертификаттар сіздің қолыңызға тисе, демек сіздің қолыңыздағы ішіп жатқан өніміңіздің құрамы сапасына сай деген ол оның төлқұжаты. Яғни бат ішер кезде, бат ішуге міндеттіміз ғой, бат ішер кезде сол сертификатты сұрауға аса қатты мұқтаж болыңыздар. Сертификат ол өнімнің паспорты болып саналады. Сонымен қорыта айтқан кезде, бат ішу тенденция, мода емес, бұл тенденция емес, бұл бізге мұқтаждық, қажеттілік. Сау болғыңыз келсе, баттарды ішуге міндеттісіз. Ол сіздің құр ақшаңызды желге шашу емес, ол сіздің өзіңіздің денсаулығыңызға құйып жатқан капиталыңыз. 2019 жылдан бері біз семьямызбен батты тұрақты түрде ішіп келе жатырмыз ғой. Осы аралықта, Аллаға шүкір, ешқандай да ауырмайды демеймін, балалар ауырады, бірақ ауырса да жеңіл, оңай түрде иммунитеттері күресіп кетеді. Ұзақ уақыт тұмау мысалға созылып жүрмейді. Білесіздер, егер тұмау ұзақ уақыт созылып жүрсе, оның осложнениесі береді. Ол осложнение не істейді? Бірінші кезекте гайморит, гайморовый пазухтарды құртады. Одан кейін құлаққа шабады. Қанға өтіп кеткен болса, буындардан ұстайды. Сонда недолеченный, толық жазылмаған ауру осындай кері сізге одан да бетер иммунитетке нұқсан келтіретін аурулардың тізбегін әкеп береді. Сол себепті де бат ішу өзімнің практикамнан, отбасымның практикасынан өткен нәрсені толықтай айта аламын. Бат ішуге қазір заманда толықтай әр адам баласы мұқтаж. Ауырмай, сау болып өмір сүргіңіз келеді десеңіз, онда қазірден бастап күнделікті түрде ағзаңызға минерал витаминдердің толық түсуін қамтамасыз етіңіз. Қазір жаз кезеңі, көкөністер пісіп жатыр, зелендер өте көп, таза, табиғи көкөніс жемістерді жеп, өзіңіздің иммунитетіңізді нығайтуға дәл әдемі қазір сондай сәт. Күз жақындап қалды, бірақ күз келердің алдында, күн суыта бастаған алдында адам өзінің иммунитетін хотя бы жылына 2 рет болсын, егер қаржылық жағдайыңыз қатты қиын болса, 2 рет болсын, күз және көктем айларында. Көктемде ағза әлсірейді ғой, күзде жаңағы жаз бойы жеген минералдардың бәрін дұрыс қорытып шығару үшін сіз 2 сезон, күз және көктем кездерінде баттарды ішіп ағзаны үйретсеңіз, ағза сізге ұзақ жылдар бойы дұрыс жұмыс жасап, өзінің пайдасын әкеп тұрады. Біз білеміз, ағзамызды как машинаның запчастьтары сияқты ауыстырып, мотор бұзылып қалса, моторын шешіп, басқа мотор салып, ондай емес. Біз ағзамызды күту керекпіз, пайдалы нәрсені беру керекпіз, стресстерді азайту керекпіз, пайдасы жоқ тағамдардан бас тарту керекпіз. Оның бірі әрине
қазір өте көп газды сусындарды ішу, темекі тарту сынды ағзаға зиянды заттарды енгізбеуге тырыссаңыз, әрине ағза сізге ұзақ жылдар бойы өзінің қызметін атқарып береді. Осымен қорыта айтқан кезде сіздерге баттың не үшін бізге қажет екендігі, бат ішу не үшін міндетті екеніміз, осылардың бәрін толықтай аша алдым деп ойлаймын. Егер сұрақтарыңыз болып жатса, комментарийдің астына сұрақтарыңызды қойып жазып кетсеңіздер болады. Комменттерді оқимын, жауап беремін, қараймын. Егер де толыққанды консультация алғыңыз келіп жатса, бізде WhatsApp группада бар, ол группа номерін де қалдырып кетемін, сол жерге шығып сұрақтарыңызды қоя кетсеңіздер де болады. Осымен қадірменді YouTube көрермен, бүгінгі тақырып бойынша біраз ақпараттар бердім деп ойлаймын, пайдалы ақпараттарды. Видеоның соңына дейін қарап тыңдағандарыңызға көп рахмет. Пайдалы болып жатса, видеоны таратып жіберсеңіздер де болады. Келесі кездескенше сау саламатта болып тұрыңыздар.